Нацияда тұрған ешнәрсе жоқ. Орыс, американец, испанец, германец. Қазақтарға ғана тигім келеді. Ата-анамыздан аттап кете алмаймыз. Орыстар, потому что давят их кто-то десеге. Қазақ жігіттеріне ешкім жетпейді ғой. Сәлем достар, бүгін біз қыздарға басқа ұлттың азаматына күйеуге шығуға қалай қарайсың деген сұрақты қоятын боламыз. Және де бұл сұраққа қазақ қыздарының қалай жауап беретінін көреміз. Видеоны көрмес бұрын экранды екі рет басамыз, және де көріп болған соң өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Күшті бар ем. Да? Иә. Неге? Ұнайды маған. Қай ұлт жігіт ұнайды? Түркия. Кім? Түркия. Не себепті түрік? Қазақ емес. Просто нравится. Шариғатта жазылған ғой, мұсылман қыздар тек қана мұсылман ұлдарға шығу керек. Егер де басқа ұлт өкілі болса қарсы емес, бірақ именно мұсылман болу керек. Нормально? Нормально? Неге нормально? Неге қазақ емес? Не знаю, просто. Жақсы қараймын. Қай ұлтта? Любой, орыс, Орысқа? американец, испанец, германец. Өзіңіз қазақсыз ба? Метист. Қандай аралас? Орыс, қазақ. Мамам да метист. Кім қазақ? Папам қазақ, мамам орыс. Руың қандай? Албан. Жақсы қараймыз. Жақсы қараймын. Қазақсыз ба? Иә, қазақпын. Қай ұлтқа шыққыңыз келеді? Орыс десеге. Не себепті? Орыстар, потому что давят их кто-то десеге. Қазақ орысша менталитетпен, который сені түсінеді и обедке дейін ұйықтататын. Болады. Қарсы емес. Болашақ жарың сені нешеге дейін ұйықтатқанын қалар едің? Өзім тұрған қайын түспесе де болады. Ну, нацияда тұрған ешнәрсе жоқ для меня. Ну, без разницы вроде. Неге олай ойлайсыз? Блин. Ну, наверное, самое главное это любовь. Жоқ, қарсы емес, мамам қарсы. Білмеймін, жан дүниесіне қараймын, негізі қазақ болсын, басқа болсын, нацистка емеспін. Білмеймін ғой, болашақта не болады, например, мен қазір айтамын, қазақ жігітке үйленемін, сөйтемін деп, бірақ болашақта не болады білмеймін. Егер де оның ұлты ислам болса, ұлты емес, діні ислам болса, мұсылман болса. Қарсы емес. Мен жақсы көріп тұрсам қарсы емес, но негізінде қазақта. Ол біріншіден Алланың қолында. Кесіп айтуға болмайды, не говори, хоп, пока не перепрыгнешь деп айтады ғой, орыстар сол себепті де кесіп айта алмаймын ештеңені. Дегенмен де ұлтқа бөліп қарастырмаймын. Болашақта енді білмеймін. Ондай да бір маңызды мұсылман болса, ең бастысы. Если жақсы көрсең, шын жақсы көрсең, онда болады. Ұлт жоқ. Тек қана қазақта? Иә. Неге? Енді қан бұзылады ғой, егер басқа ұлтқа шықса. Қанды таза сақтап қалу керек мен. Оған сіз не дейсіз? Қарсымын жоқ бар. Мен өзім қарсымын. Қазақ жігіттеріне ешкім жетпейді ғой. Жаман қараймын. Не себепті? Қазақ жігіттеріне тоже ешкім жетпейді ғой. Қазақтарға ғана тигім келеді. Жоқ. Неге? Өйткені жігітім бар қазақ. Жоқ. Неге? Қанымыз аралас кетеді. Зачем? Өзің қазақ бола тұра орыс біреуге тиген. Орыс емес басқа ұлт? Ну, басқа ұлт зачем? Жақсы көрсең бола беретін сияқты, бірақ желательно қазаққа. А егер түрік немесе басқа ұлт өкілі болса? Нет, қазақ. Дұрыс емес қараймын. Өзім қазақ болғандықтан қазақ жігітті қалаймын. Өте жаман қараймын, себебі деген қазақпен некелесу керек деп ойлаймын. Қазақ болып туылдым, қазақтың ұлтын жалғастыруым керек деген. Жаман қараймын. Жаман Не себепті? патриотизм, наверное. Жаман қараймын. Не үшін? Сол? Ал сіз? Так же. Так же? Да. Не себепті? Нақтырақ. Ну, потому что, не знаю, как-то не по себе сөйлескен кезде. Мои егер- родители этого не одобрят. Ну, потому что они все-таки старое поколение, а мы новое. Мы как-то поймем это, а они нет. А если объяснить? Все равно. Все равно. Для нас главное, по-любому, для казахов, по менталитету, это благословение родителей. Поэтому ата-анамыздан аттап кете алмаймыз. Мен қазақ болғанын қалаймын, өйткені әр ұлттың өзінің иісі болады деген сияқты. Қазақтың иісі өзіме жақын бәрібір. Жоқ, тек қазақ болу керек. Неге? Сол? Патриотпыз. Қазақ болған дұрыс, өйткені солай тәрбие берген. Неге тек қазаққа ғана күйеуге шығасың? Сол? Үйіндегілер сөйтіп айтқан, солай ойлаймын.
ешқашан басқа ұлтқа тұрмысқа шықпаймын, тек қазаққа ғана. Мысалы үшін түрік актерына қатты ғашық. Актер болсын, миллионер болсын, президент болсын, ешқашан басқа ұлтқа шықпаймын, қазаққа. Есімдеріңіз кім? Дария. Аслай.